Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, құрметті Мұнайлы аудандық орталық мәдениет үйінің YouTube желісіндегі достар. Бүгін 10 тамыз Абай Құнанбаев атамыздың 175 жылдық мерейтойы және 12 тамыз халықаралық жастар күні кәсіби мерекесі. Осы орайда сырлы сұхбат жүргізгелі тұрмыз. Бүгін бізде қонақта Мұнайлы аудандық жастар ресурстық орталығының директоры Руслан Қонысов бауырымыз. Ассалаумағалейкум. Қош көрдік. Қош көрдік. Енді бүгінгі сұхбаттың төрінде кездесіп жатқанымызға өте қуаныштымыз. Келе жатқан мерекелеріңіз, бүгінгі Абай атамыздың мерекесі құтты болсын. Жалпы көңіл-күй қалай? Көңіл-күй тамаша. Әрине бұл Абай атамызды әуелі бірінші айтып кетуіміз керек. Бүкіл дана қазаққа, дара қазаққа үлгі болған қазақтың маңдайына біткен данашыл философтен бірден бірі осы Абай Құнанбаев атамыз. Биыл енді білеміз ғой, әлемдік деңгейде жаңағы мына COVID-19 деп айтамыз, осы инфекцияның салдарынан жұмысымыз тоқтап қалған жоқ, ешқандай, бірақ әрине кедергі болып жатыр, оны да мойындаймыз. Онлайн түрде. Онлайн түрде, міндетті түрде. Ол біздер қазіргі таңда орталық онлайн қызметке көшті, бірақ бұнымен барлық бізде көрсетілген халыққа көрсетілетін қызметтердің барлығы жүріп жатыр. Енді өзіміздің Мұнайлы жастар ресурстық орталығының тарихы және бүгіні дейтін болатын болсақ, тарихы сонау аудан ашылғаннан бастап жұмыс жасап келе жатыр. Ал бүгіні артыңызда көріп тұрған судай жаңа ғимарат осы кеше ғана 2019 жылдың желтоқсан айында қабылдап алынған болатын. Бұл ғимараттың да жөндеуге қалай өткені туралы қазір ішке кіргеннен кейін толықтай түсіндіре жатармын. Енді қысқаша айта кететін болсақ, ауданда қазір 171 мың халық бар. Оның 41 549-ы осы аудан жастары құрайды. Ол дегеніміз 41, былайша айтқанда енді 42 мың халық, бұл толықтай бір аудан халқы болып есептеледі. Соның ішінде осы ауданның жастарының ішінде 14 жас пен 29 жастағы санатты біз жастар деп есептейміз. Жастар ресурстық орталығы біріншіден бұл қандай, көбі сұрақ қояды, бұл қандай мекеме, жалпы түсінігіміз сіздерден аз деп айтады. Және де бір бүлік шықса да, бір мақтау шықса да, біздің мекемеге келіп мақтауда және де осы сында бізге келіп атады. Көбісі енді ойын күлкінің орталығы деп атады. Ойын күлкінің орталығы. Сондан бізде жастар ресурстық, бұл ресурс деген не? Ресурс деген бұл біздің суымыз, ішетін ресурс деген пайдаланып жатырған тасымыз, тауымыз, жердегі мұнайымыз. Біз оны үнемді пайдалансақ, біз ұзақ ғұмыр сүретініміз белгілі. Сол секілді жастарды да. Жастардың да ресурстық орталығы біздің жастар, ол қазіргі Қазақстан Республикасының жастары, бұл болашақтың ресурсы. Болашақ ресурсы бұл жастар, білімді жастар, бұның ішінде ең бірінші саналы ұрпақ, және де оның ішінде демографиямыз бар, урбанизациямыз бар. Бұның барлығы сол өзіміздің жастардың ішкі факторына, ішкі механизмі болып есептеледі. Енді ресурстық орталықтың жұмысы біздер барлық мемлекеттік мекемелермен тығыз қарым-қатынастамыз. Ауданда 7 ауыл бар, 7 ауылдың ішінде 7 әкімшілікпен, 7 әкімшіліктің жанындағы жастардың өзінің бір маманы болады әр ауылға. Біздер өзіміз енді білесіз, ішкі саясатқа тікелей бағынамыз. Және де өзіміздің жылдық жоспарымызға сәйкес жұмысымыз жасайтын боламыз. Міндетті түрде бұның ішінде енді атап айтсақ, әр ауылдағы мен қызмет етемін деген жасқа қазір бізде ауданда жол ашық. Және сіздердің есіктеріңіз айқын ашық. Біздің есік міндетті түрде ашық. Менің телефон нөмірімді осы жерге жазып қойсаңыздар да болады. Маған тіке болса, қандай да бір сұрақ болса, Мұнайлы ауданының жастары тікелей сұрақ қоя берсе болады. Мен оған толықтай жауап берем. Жан-жақтан хабардар біздің мамандар 2 бөлімнен тұрады. Біздің орталық творчестволық бөлім және рекрутинг бөлімі. Творчестволық бөлім жастардың көңіл күйіне толықтай 100% қызмет етеді. Яғни мына көшедегі көңіл күй дейміз ғой. Сол сияқты мерекелік шараларды ұйымдастыру, жастардың арасындағы таланттарды шығару, халықаралық жарыстарға апару, оның жолдары қалай деген сияқты сұраққа осы біздің творчестволық жұмыс жауап береді. Ал рекрутинг жағы бұл жұмыспен қамтамасыз ету, кәсіпкерлікке баулу деген сияқты. Жастарды жол сілтеу. Былтыр енді білесіздер, 2019 жыл жастар жылы, биыл еріктілер жылы. Ауданымызда қазір әр ауылда қосқан кезде аудан бойынша
300-ге жуық еріктіміз бар. Бәрекелді. Бұның ішінде тек қана бізге бағынышты емес, ол еріктілер ешкімге бағынбайды, бірақ дегенмен де біздер сол еріктілерге нұсқаулық беріп, арасында оқу, мастер класстар өткізіп тұрамыз. Енді тағы да бір айта кететін жайт, осы ауданда бізде барлық жағдай жасалған. Кәсіпкерлікке оқимын десе, Атамекен кәсіпкерлік палатасымен біріге отырып, бастау бизнес деген жоба іске асып жатыр. Былтырдан бастап біздер аудан бойынша 200-ге жуық жас оқыды, ол жерде стипендия алды оқығанына, және де өзінің бизнес идеясы өте мықты комиссияға құрамындағы кісілерді таңғалдырарлықтай мықты идея алып келетін болса, мысалға 200 айлық есептік көрсеткіштегі, бұл дегеніміз 557 мың теңгедей ақша, сол қайтарымсыз ақша беріледі. Енді бастап жатқан кәсіпкерге таптырмайтын мүмкіндігі, міндетті түрде ол арендаға жерін алып, дүкен салып, ары қарай қызметін алып кетуге болады. Бұл біреу ғана. Одан кейін ауданда қазір біздер жастар дегенде жаңағы жұмыссыздық мәселесі дейміз ғой. Жұмыссыздық мәселесіне келетін болсақ, біздің ауданымызда өзін-өзі қамтыған жас кәсіпкерлерден 300-ге жуық жас кәсіпкерлеріміз бар. Ол дүкені бар, оның ішінде жаңағы көлік жуатын орталықтары бар, той саласындағы айналысып жүрген жастар бар, типографиясында саласында айналысып жүрген жастарымыз бар. Бұның барлығы біздің осы ауданның жастарының әлеуметтік көңіл-күйін көтереді. Себебі ол бір жас кәсіпкер жоқ дегенде 3 жас жігітке жұмыспен қамтиды. Және де осы ауылдағы әкімдіктермен біздің тағы да бір қарым-қатынасымыз бұл мына сол жердегі мысалға қазір интернет әрбір ауылға толықтай интернет желісі бару керек. Интернет салып отырған мекеме сол ауылдың жасын жұмыспен қамту орталығы арқылы жұмысқа алып, оның ішінде міндетті түрде жастар болу керек. Себебі кейбір жастар ойлайды, мен диплом алдым, бұл дипломды мен не істеймін дейді, жаңағы басқа бір өзінің саласынан ауытқып кететіндер бар. Басқаларға түсіп кетеді. Соғанда біздер саладан ауытқымай, өзінің оқыған мамандығы бойынша жұмысқа үйлестіруге де барынша ықпал етуге тырысып жатырмыз. Бәрекелді. Құрметті арнамыздың көрермендері, біз сұхбатымызды мұнайлы аудандық жастар ресурстық орталығының ішінде жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Құрметті достар, біздер сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Енді Руслан 12 тамызда халықаралық жастар күні деп жатырмыз. Осы орайда өзіңіздің сол күнгі атқарылатын жоспарларыңызды бөлісе кетсеңіз. Әрине, біздер енді жыл басында жоспарға осы мерекелік сахналық қойылымдық іс-шараны ойластырған болатынбыз. Бұл далада кешкі караоке деген сияқты, кешкі концерттер деген сияқты өзіміздің ойларымыз, жоспарымыз болған, қағаз жүзінде бекітілген. Бірақ өкінішке орай қазіргі таңда осы төтенше жағдай аяқталысымен бізде жаңағыдай карантин басталды. Осы заңға бағына отырып, біздер осы форматымызды, концерттік бағдарламаның форматын өзгертіп, онлайн форматқа көштік. Яғни Zoom платформасы арқылы колледждегі студенттеріміз, мектеп бітірген 16 жасқа толған студенттер, оқушыларымыз бар. Солармен зияткерлік сайысымыз бар. Оны енді алдағы уақытта көре жатарсыздар. Zoom платформасы әлеуметтік желіде міндетті түрде. Және де осы абай оқулары, сонымен қоса осы таза өлке деген челленджіміз бар. Бұл осы аудандағы барлық жастардың қатысуымен өтеді. Тазалық марафоны. Бұл әрине осы ауданның ішінің тазалық мәселесіне де өзінің ықпалын тигізетіні толықтай мықты жағынан толықтай десек те болады. Бәрекелді. Енді Руслан 2019 жылы сен үшін жемісті табысты жыл болды. Әрине өзің осы орталыққа келіп басшылық қызметке келдің. Сол 2019 жылы өзіңіздің осы жастар орталығында әріптестеріңмен бірігіп атқарған жұмысыңызды шолу жасап кетсеңіз. Қысқа шолу қылайық. 2019 жылдың маусым айында осы Ақтау қаласында мен мәдениет саласында қызмет еткенмін, мәдениет үйінде Абай атындағы. Содан 2019 жылдың маусым айында мен осы Мұнайлы ауданында жастар ресурстық орталығына директор болып келдім. Ол кезде біздер ескі ғимаратта отырдық, бір 3 айдың жобасында. Аудан әкімдігінің, осы аудандық ішкі саясат бөлімінің, әкімнің орынбасарларының көмектерімен
аудандағы жастар ресурстық орталығы күрделі жөндеуден өтті. Ауыл ел бесігі деген бағдарламамен 100% өзгерді десек. 100% өзгерді. Оны қазір осы алдыңызда экраннан да толықтай қарасаңыздар болады. Барлық техникамыз, мына жиһаздарымыз, электр жүйесі барлығы 100% ауысты бізде. Біздің әріптестерімізге де көп серпіліс берді дейсіз ғой? Әрине, бұл ғимаратқа адам өзі жұмысқа келген кезде жылы суы ағып тұрса жұмыста, арасында кофе брейк деп айтамыз, мына ағылшындардан келген сөз. Сол кофе брейк жасап 10 минут шай ішем десе де, шай неге тұрса, өзі түскі асқа алып келген тағамдарын жегісі келетін болса, тоңазытқыш тұрса, барлық жағдай жасалса, біздің орталыққа не кедергі? Коворкинг орталығымызды да аштық. Бұнымен қоса біздер қазір осы жастар орталығының базасында жанымыздан жанұя орталығы, яғни кризис центр деп айтамыз ғой орысша. Сол сияқты осы жанұя орталығы барлық әлеуметтік жағынан қиындау күн көріп жатырған әйел азаматтарына, жалпы отбасы жағына толықтай көмектеседі. Психологиялық көмек, оның ішінде сосын және мемлекеттен берілетін көмекті ала алмай жүргендерге қалай алу керек, жол сілтеп, соған жұмыстарын ары қарай жалғастыруға бағыт бағдар беріп отырамыз. Енді бұл жаңағы 19 жылға келетін болсақ, осы бізде ауданымызда жас проект деген жоба болды. Бұл республикалық форматта болған жоба. Соның 47 жобасы грантқа ие болды. Бұл 47 жаңа кәсіпкер пайда болды деген сөз ауданда. 47 миллион теңге. Әр жобаға 1 миллион теңгеден қайтарымсыз грант. Егер жоғары білімді болатын болса, 6 ай бойы 60 мың теңгеден стипендия берілді. Орта білімді болатын болса, 40 мың теңгеден стипендия берілді. Әр жобада 3 адамнан қатысушы болды. Сонда 47 жобаның ішіндегі 141 адам кәсіпкерлікке оқып, кәсіпкерлік бағдарды алды. Одан кейін бастау бизнес бойынша бізде 32 жоба жастардың ішінде жеңіп шығып, 500 мың теңгеден қаржылай қайтарымсыз ақшаны алды. Бұлар да өздерінің кәсібін бастауға бір себебін бір. Оның кейін 3 күн бизнесте деген жоба болды ауданда, оны да өзіңіз біле жатарсыз. Осындай жобалар келіп жатырса, біздер құр қалмауға тырысып, барлық ресурсты республикадан келіп жатырған, халықаралық банктың қолдауымен келіп жатырған ресурстардың барлығын біз осы мұнайлы жастарына алып қалуға тырысамыз. Бизнес идея болмаса жазып беруге көмектесіп деген сияқты соның барлығын жасаймыз. Енді кадр мәселесін тағы да бір айта кететін жайт, өзіміз енді әлеуметтік карта дейді ғой, жастардың әлеуметтік картасын жасақтаған болатынбыз. Соның ішінде кадр мәселесін бірінші орынға қойған болатынбыз. Қазір осы Марат Оспанов атындағы медицина университетінде Ақтөбедегі 87 медицина саласында қызмет етіп отырған студентіміз бар. Оның бітірушілері енді телефон шалып сөйлескенімізде осы ауданымызға келіп медицина саласын көтеруге қызмет көрсеткісі келеді. Және де 115 студент Алматыда Асфендияров атындағы медицина университетінде оқып жатыр. Онымен қоса осы полиция қызметінде де оқып жатқан студенттеріміз бар. Оның барлығы бұл жай ғана статистика емес, бұл ертең біздің осы мұнайлы жастардың ішіндегі потенциалды біздің жаңа кадрларымыз, жаңа доктор, жаңа врач, жаңа полиция қызметкері және жаңадан халықтың қызметкері десек те артық болмайтын шығар. Енді құрметті достар, құрметті мұнайлы жастары, жаңа Руслан бауырымыз айтқандай, көптеген жобалар іске асып жатыр. Әрине алдағы уақытта да Facebook әлеуметтік желісінде, Instagram әлеуметтік желісінде осы мұнайлы ауданы жастар ресурстық орталығынан осындай шаралар, жобалар болып жатса, сіздер көріп, осы орталыққа Руслан бауырымызға және оның әріптестеріне хабарласып, өздеріңіздің жоспарларыңызды бөліссеңіздер деген ниеттеміз. Енді тамыз айы басталып, осы жылдың аяқталуында санаулы айлар қалды. Осы айдың азғантай айдың көлемінде өздеріңіздің жоспарларыңызды бөлісіп және көрермендерге және жастарға бір өзіңіздің рухты сөзіңізбен аяқтасақ осы сұхбатымызды. Былай айтайын, бізде жаңа айтып отырдық қой, жұмыссыздық мәселесінде қозғадық, әр саланы қозғадық. Бізде жасыл ел деген бағдарлама бар. Былтыр 150 жас бізде қызмет етсе,
осы жұмыспен қамту орталығы барлығы да міндетті түрде. Сосын биыл 120 адамды жұмыспен қамтып жатырық. Бұл да жасыл ел. Жасыл елдің ішіне кіретін енді көгалдандыру, көшенің тазалықтары, өзіміздің туып өскен жеріміз. Әрине бұның барлығы айлықтары төленеді. Былтыр 35 мың теңге, 35 мың 394 теңге айлық төленсе, биыл 42 мың теңге айлық орташа жалақыны, төменгі жалақыны алатын болады. Бұл жұмыс уақыты 8 сағат емес, 4 сағаттық. Таңертең 8-ден 12-ге дейін күнделікті 4 сағат өзінің ыңғайлы уақытын таңдайды ғой. Бұл әр ауылдағы көпбалалы отбасылардан алынды. Еріктілер жылы бізге қазақтың бір екендігін көрсетті. Әлі де көрсетіп жатыр. Ауданымызда өткенде еріктілер осы төтенше жағдайдың кезінде жас кәсіпкерлер бірігіп, осы маған келген аудандық жастар ресурстық орталығына қандай көмек көрсете аламыз деп, сонымен бірге осы Ақтау қаласындағы клуб Добряков деп айтады, мейірімділер клубы. Солармен бірігіп, осы Батыр ауылындағы бірнеше үйге азық-түлікпен қамтамасыз етіп, тағы да осы кәсіпкерлеріміз бар, енді атын атамай қойын, қолдау көрсетіп, осы ауылдарға 10-15 үйден барлығы кіріп, жаңағы өзінің көмектерін көрсетіп жатыр. Қаржылай да көмегі бар, оның ішінде жаңа азық-түлікпен де көрсетіп жатқан көмектері бар. Ерікті деген кім? Ерікті деген бұл бірінші жүректің қалауы. Бұл еріктілер еш жерден қаржыландырмайды, біз де қаржыландырмаймыз. Біздер жай ғана мастер-класс өткіземіз, түсіндіреміз, арнайы психолог шақырамыз, арнайы мамандарды шақырып, солармен қызметтес адамдармен жұмыс жасап, соларға бағыт-бағдар береміз. Ал жаңағы айтқан мәселе, осы тамыз айы жасыл елді осы биылғы жылын маусымын аяқтаймыз. Тамыздың аяғында Конституция күні, енді 30-ы, Алла қаласа 25 жыл тағы да көрермендерді құттықтап қояйық келе жатырған Конституция күнімен. Және де алда 1-ші қыркүйек білім күні. Бұны да енді Алла қаласа онлайн форматта бастаймыз. Бұл да жемісті болсын дегім келеді. Ауылымның, осы ауданымның барлығы 100% интернетпен қамтылып, әрбір жас міндетті алатын білімін 100% алса екен деген тілегім бар. Енді Алла қаласа осы жоспарлар көп, өте көп жоспарлар. Идея да көп. Құпияда ұстауға. Барлығын бір күнде істеп тастай, қазір бір нәрсені, бір жоспарды айтып қойсақ, ол ертең болмай қалса, ол да өзімізге үлкен сын болып кетуі мүмкін. Әрине біз сынға дайынбыз, себебі біз бір күнде біздің кезде Маңғышлақ деп айтатын еді, қазір Маңғыстау ауылы аудан орталығы. Мен осы ауылда туып өстім, осы жердің мектебін бітірдім. Әке-шешем де осы жерде тұрады, ата-анамызда. Бір нәрсе, ауылдың жігіттері қазір бұрынғыдай біз сияқты емес. Еңбекқор қазір. Барлығы табыс табуға ынталанады. Барлығы бізден мемлекеттік бағдарламаларды сұрайды. Қандай бағдарлама бар? Атсалысайық, жұмыс жасайық, қаржы табайық, идеямызды іске асырайық. Соларға біздер барынша 100% көмектесуге дайынбыз. Келсін, жаңа әлеуметтік теле жеп жатырмыз. Сол жерде өздерінің идеялары болса, хабарлассын. Менің телефон нөмірім, жеке нөмірімді қалдырайын. Мұнайлы жастары Instagram парақшасы, Мұнайлы жастары Facebook парақшасы. Осы парақшаларға тіркеліп, біздегі барлық жаңалықтарды біліп отыруына болады. Жаңада алда Алла қаласа бір 2 жоба бар. Ойластырылып қойған облыс әкімдігінің және өзіміздің аудандық ішкі саясат, облыстық ішкі саясаттың қарауында тұр, осы жастарға арналған. Сол жобалар іске асып кетсе, нұр үстіне нұр болып, осы аудан жастарына бір ықпалын тигізе ме деген ниетіміз бар. Рахмет. Енді өзіңнің осы көрермендерге деген, аудан тұрғындарына, жастарға деген бір жақсы лебізіңмен осы сұхбатымызды аяқтасақ. Енді жастар бұл мемлекеттің генераторы ғой. Осы генераторымыз талмасын, шаршамасын, жалқау болмайық, барлығына еңбекпен жетейік. Оқуда озат болудың маңыздылығы жоқ, ең бастысы еңбекқор болу керек. 1% талант, 99% еңбек, тек қана алға. Мұнайлының жастары жасай беріңіздер. Ой, бәрекелді. Ал ардақты ағайын,
Сау саламатта болыңыздар, әрқашанда өзіміздің жастарымыздың рухы биік болсын. Мен жастарға сенемін. Жастар, еліміз аман болсын. Сау болыңыздар.